Рахит немесе қазақшада мишель ауруы сәбилердің қарқынды өсу кезіндегі Д витамин мен оның белсенді метаболиттерінің аздығына байланысты кальций фосфор алмасу өзгерісімен сүйектердің минералдану мен сүйек құрылуының жәнедегі ағзалар мен жүйелер қызметінің бұзылысымен сипатталатын ауру болып саналады. Клиникалық көріністеріне келетін болсақ, бастапқы кезеңде баланың 2-3 айлығында кездеседі. Бала тершең болады, тынышсыз, мазасыздану, ұйқысының бұзылысы, ұйықтаған кезде яғни басының шүйде бөлігін, шашын тықырланып қалу, яғни шаш аймағы түсіп қалады, басын қайта-қайта жастыққа үйкеу, гиперестезия, одан бөлек баланың терлеуі салдарынан қышқыл тұзды иіс шыға бастайды. Бұл кезең 2-3 айға дейін созылады. Бұл кезеңнің аяғында еңбектің жұмсарғандарын, қандағы биорганикалық фосфордың азайғандығын байқаймыз. Екінші қозу кезеңде айқын көріністер байқалады. Жүйке жүйесінің бұзылысы, бұлшықет пен сүйек жұмысының өзгерісі, бас сүйек деформациялар, бас үлкен төртбұрышты болып кетуі мүмкін. Маңдай жүйке сүйектерінің және де өзгерістерін таспиық, білезік, қазір фотодан қарайтын боласыздар. Одан бөлек бұлшықеттің гипотониясы және де баланың іші бақаның сияқты үлкен болып шығып кетеді. Мына фотоға назар аударатын болсаңыздар, маңдай мен шүйде сүйектерінің өзгерістері, маңдайдың алға қарай шығып кетуі, кеуде қуысының рахиттық кеуде деп айтылады, ішке қарай кіріп кетуі немесе шығып кетуі және де бақаның іші сияқтайтын және үлкейіп кетеді. Аяқтарының өзгерістері X-образно, O-образно деп айтылады. Одан бөлек жаңағы шынтақ және де білезік аймақтарының рахиттық білезік деп айтылу өзгерістерін байқайтын боласыздар. Ал мына фотоға қарасаңыздар, дәл осы аяғының өзгерісі, ішінің өзгерісі және басының формасының квадрат тәрізді болуын көре аламыз. Біз бірінші кезең мен екінші кезеңді айттық. Енді үшінші кезең бұл сауығу кезеңі, яғни дұрыс ем жүргізілетін болса сауығады, яғни мешел белгілері кері қайтады, сүйек жүйесіндегі өзгерістер жойыла бастайды, сүйектер қатайып, статикалық және де қимылдық функциялары қалпына келе бастайды. Ішкі мүшелердің клиникалық өзгерістері жақсарады, фосфордың қандағы мөлшері көбейіп, қышқыл сілтілік тепе-теңдік қалыпты күйде болады. Кей кезде қалдық өзгерістер, яғни сүйектің деформациялары, анемия және де бауыр мен көкбауырдың ұлғаюы, екінші, үшінші ауыр дәрежелі рахит ауырған кезде баланың 2-3 жасында кездесуі мүмкін. Видеоны тоқтатып оқып шықсаңыздар болады. Себебі біз клиникалық көріністеріне қарай оның ауырлық дәрежесін 1-ші, 2-ші және де 3-ші дәрежелі рахит деп қоятын боламыз диагноз қою барысында. Енді бұл ауру неден пайда болатын этиологиясына тоқталатын болсақ, ең бірінші бұл дамудың жағдайлары, яғни егер теріде калий-кальциферол түзілісінің бұзылысы болатын болса, бауыр мен бүйреде кальций фосфор алмасының бұзылысы, тағам мен Д витамин аз түсетін болса, екіншіден тағамдық факторлар, яғни Д витамині аз тамақтарды қолдану, вегетариан болатын болса, белок аз болатын болса, және де перинатальды факторлар бойынша бала егер шала туылатын болса, және де жүкті әйел дұрыс тамақтанбаса, себебі шала туылуды айтатын болса, 3-ші триместр барысында Д витаминінің анасының баласына берілу уақыты болып саналады. Сондықтан да көбінесе балалар шала туу уақыты 3-ші триместрде болатындықтан ол Д витамин дұрыс ала алмайды, және де нерв жүйесінің аурулары, ішектің дисбактериоздары, кальций сіңірінің бұзылысы және де экологиялық жағдайлар болуы мүмкін. Қазір мен сіздерге патогенезі бойынша фотосын түсіндіретін боламын. Рахиттың патогенезінде бізде негізі нормада біз тамақтан аламыз және де күн сәулесінен аламыз Д витамин. Олардың барлығы қанға түскен соң ол бауырға барады. Бүкіл нәрсе бауырдан тазарып синтезделген соң бүйрекке барады, қан арқылы. Бүйректен ол активті формасы өңделіп, ішекке барады, ішектен қанға түсіп, кальций, фосфор ретінде сүйектерге және де тіндерге баратын болады. Метаболизмге қатысады осылай. Егер де қандай бір осы жерде бүйрек аурулары, бауыр немесе ішек аурулары болатын болса, немесе жаңағы тамақтан дұрыс алмау, Д витаминнен бөлек күн көзінің аз көрінуі, яғни біздің Қазақстанда кейбір жерлерде күн сәулесі аз болады, мысалы Астана деген сияқты сол жерлерде Д витаминінің дефицит жағдайлары кездеседі. Диагностикалық шаралары кезінде анализіміз жалпы қан анализі, жалпы зар анализі және де биохимиядағы кальций, фосфор деңгейін қараймыз. Олардың деңгейі төмендеп кетеді, шилыш фосфатаза деңгейі жоғарылап кетеді және де сулкович сынамасын алатын боламыз. Және де негізгі анализдердің бірі дермес UHT3 деп айтылады. Одан бөлек біз рентгенография, денсиметрия сүйектердің құрылысын қажет болған жағдайда тағайындайтын боламыз. Анализде негізі нормада 30-дан жоғары болу керек, 30 пен 100-дің арасында. 100-ден аз келетін болса, ол передозировка, гипервитаминоз болады. Ал егер 20 мен 30-ның арасында болса, орташа 20-дан төмен ол дефицит жағдайлар болып саналады. Енді сіз қаншалықты деңгейге көтергіңіз келеді? Мысалға, біреуін түсіндіріп кетейін, мына кестеде егер сіздің Д витаминінің нормасы қазір тапсырған кезде 10 болып тұратын болса, сіз қалыпты деңгейге 30-ға жеткізгіңіз келсе, онда сіз 4000 дозада ішетін боласыз. Дәл солай, егер 15 болып 30-ға жеткізгіңіз келсе,
3000 немесе 40-қа жеткізгің келсе 6000 деген сияқты мына кестеден өзіңіз дозаңызды тағайындасаңыз болады. Жалпы рахит дегеніміз 2 жасқа дейінгі балаларды кестеде біз олардың алдын алу мақсатында тек қана 2 жасқа дейін ғана шараларды жүргізе аламыз. Енді қараймыз. Бұл кезде біз медикаментозы ем бойынша диетотерапия жүргізіледі, яғни Д витамині мол тағамдарды қолдану, одан бөлек массаж, таза ауада серуендеу. Ал емдік шарасына келетін болсақ, дәрімен біз емдік барысында максималды дозаны 5000-нен асырмауымыз керек, яғни период разгара, ауыр дәрежелі рахит кезінде. Ал оның бізде түрлері болады, сулы және майлы ерітінділері, айхер витаминдері, капля түрінде болады, соларды қолдана беруімізге болады. Біз тағайындаған кезде біз 30-45 күнге тағайындаймыз, сол кезде тағы да бір анализ жүргізетін боламыз. Енді ол витаминнің профилактикалық дозасы бала туылғаннан бастап беруге болады, және де 5 айға 500 болады. 5 айдан 1 жасқа 1000, 1 жаспен шараланып 1,5, және де 3 жаспен 15 аралығында 2000 қозаға дейін беруге болады. Ал одан жоғары іздеген үлкен кісілерге күнделікті профилактикалық дозасы 2000 дозада ішуіне болады.